Қазір көпшілік еттен кейін асты тез қорыту үшін тәтті газдалған сусындарды ішіп жатады. Оның ішінде кола, сарыағаш, не болмаса әртүрлі газды сусындар бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Мамандардың айтуынша, тәтті газдалған сусындардың құрамындағы қанттың көп мөлшері көптеген аурулардың пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Мұндай сусындардың газы бар сусын екенін және оның құрамында қант өте көп екенін білеміз. Қазіргі таңда оны жас балалардан бастап ересектерге дейін бәрі ішеді. Газды су біріншіден біздің ағзамыздағы кальций, темір секілді минералдарды шайып кетеді. Ал құрамындағы қант мөлшері ағзамыздағы инсулиннің мөлшерін арттырып жібереді. Қазір көпшіліктің қант диабетіне шалдығуы да осы себептен. Дәрігерлер ыстық тамақтан кейін салқын сусын ішуге болмайтынын ескертті. Көпшілік қамыр ауқаттан кейін тәтті газдалған сусын ішіп, етті сіңіреміз деп түсінеді. Негізі тәтті газдалған сусын шекке түскеннен кейін ол газды су болғандықтан керісінше ісінеді. Оған қоса ағзамыз ыстық тамақтан кейін салқын су ішкендіктен біздің миымыздағы температураны реттейтін орталық түсінбей қалады. Сол салқын газды сусынды жылыту үшін ағза көп энергия жұмсайды. Оның бізге келіп кететін ешқандай да пайдасы жоқ. Еске салсақ, қазақ ғалымдарының айтуынша, ет жеген соң шай ішуге болмайды. Өйткені шайдың құрамындағы таннин затты еттің құрамындағы ең пайдалы темір элементін асқазанға түскен кезде ерітіп жіберетін көрінеді. Содан еттің түк пайдасы болмай қалады. Халқымыз бұрынырақта еттен кейін қымыз ішкен. Ал қымыз тағамды қорытатын нағыз катализатор. Күрделі тағамды тез ыдыратады. Ал қазір біз шай ішетін болғанбыз. Еттен кейін бірден шай ішуге болмайды. Өйткені шайдың құрамында кофеин еттің ең пайдалысын, яғни темірді ыдыратады. Шай ішпеу керек емес, ішуге болады, бірақ ет жегеннен кейін 40 минут не болмаса 1 сағаттан кейін ішкен жөн. Оған дейін тағам сіңіп үлгереді. Бұл жерде біздің талқылап жатқанымыз тамақтан кейін тәтті газдалған сусындарды ішкен дұрыс па? Оның адамға қандай пайдасы не болмаса зияны бар? Ал сондай-ақ адам баласы суды да тамақтың алдында не болмаса кейінде ішіп жатады. Көптеген адамдарды суды шай мен тамақтан бұрын ішу керек пе жоқ па деген сауал қатты мазалайды. Қай кеңесті болмасын ашып қалсаңыз, судың асқазан сөлін сұйылтып, ас қорытуға кедергісін тигізеді дегенді оқуға болады. Онда суды қалай және қашан ішкен дұрыс? Дене бітімі мен денсаулығына жіті мән беретін адамдардың көбісі суды тамаққа дейін де, тамақпен қатар да және бірден тамақтан кейін де су ішпейтін болып шыққан. Кей диетологтар суды тамаққа дейін ішіп алудың қаупі жоғары дейді. Алайда бұл пікірді жақтаушылар сөздеріне ғылыми тұрғыдан нақты дәлел келтіре алмайды. Шынында да су асқазан сөлін сұйылтып жібере ала ма? Бұл жағдай қандай мөлшерде су ішкен кезде болады? Бірінші медициналық университеттің қалыпты физиология кафедрасының меңгерушісі Алексей Умрюхиннің айтуынша, асқазан сөлін сұйылту оңайшылықпен орын алмайтын нәрсе. Организмде өзінің қосымша қоры болатындықтан, сіз қанша литр су ішсеңіз де, ол ас қорытуға титтей де зиянын тигізбейді дейді. Шын мәнінде ғылым суды тамаққа дейін, тамақтың кезінде, не болмаса тамақтан кейін де ішуге тыйым салмайды. Егер сіз арықтағыңыз келіп жүрсе, онда тамақтың алдында 1 стакан су ішкенге болады. Су сондай-ақ астық сезімінің арылтуына да көмектеседі. Физиологтардың айтуынша, мөлшерден тыс суды көп іше беруге де болмайды. Адам тек қалаған кезінде ғана суды тұтынғаны абзал. Тамақты қорыту процесі ауызда басталады. Адам аузында бөлінетін сілекей тамаққа әсер етіп, оны қорыта бастайды. Әлемге танымал диетолог ғалым Герберт Шелтон тамақпен бірге ішілетін су не шай адам аузындағы сілекейді ерітіп,
оның тамақты қорытуға көмектесуіне бөгет болады деп есептейді. Диетологтардың айтуынша, су, шәй не басқа сусындарды асқа отыруға жарты сағат қалғанда ішіп алған дұрыс. Ал тамақтанып болғаннан кейін 1 сағат бойы еш сұйықтық ішпеген дұрыс. Әрине, бұл ереженің өз ерекшеліктері бар. Мысалға, өте құрғақ тағамды жегенде кішкене су ішуге болады. Бұл ереже бұрыннан бері баршамызға белгілі болса да, оны ұстану оңай емес. Көбіміз тамақты шаймен не сумен қабылдауға үйреніп кеткенбіз. Мына кеңестер тамақтанған кезде су не шай ішіп отыру әдетінен арыла алмаған жандарға арналады. Біріншісі, асыңызды тек жылы, ыстық немесе суық емес сусынмен бірге ішіңіз. Суық су мен сусындар тағамның асқазаннан тез кетуіне көмектеседі. Нәтижесінде астың бәрі дұрыстап қорытылып үлгермей қалады. Тез босаған асқазан біраздан кейін қайта тамақ сұрай бастайды. Ал дұрыс қорытылмаған, бірақ ішекке түскен тамақ ашып, іріп шіруі мүмкін. Бұл өз кезегінде денсаулыққа өте зиян. Суық сусындарды майлы тағаммен жеген ең қауіпті, өйткені бұл панкреатит ауруына шалдықтыруы мүмкін. Асқа отыруға жарты сағат қалғанда жеміс не көкөніс шырынын ішіп алыңыз. Әрине, өзіңіз үйде жасалған шырын мінсіз ас болады. Шырын сөліңізді қандыратындықтан тамақтың артынан су ішкіңіз келмейді. Таңертең оразаңызды 1 стакан қарапайым сумен ашуыңызға да болады. Бұл ағзаға оянуға көмектесіп, ас қорыту жүйесін іске қосады. Осы ережені әдет қылып алғаныңыз денсаулығыңызға өте пайдалы. Тамақпен бірге тәтті газдалған сусын, тәтті шырын, қант қосылған шәй ішпеңіз. Олардың құрамындағы танин заттары астың қабылдамауын кемітеді. Тамаққа түйілгендей болсаңыз, өзіңізге тек су ішуге рұқсат беріңіз. Тамақпен бірге ешқашан сүт ішпеңіз. Ол асқазанда сөлмен әрекеттесіп, нәтижесінде іриді. Жалпы қышқыл сүт өнімдерін ішуге болатын йогурт, тәтті шоколадты сүтті сусын ретінде емес, тағам ретінде қарастырған дұрыс. Бәрін айтта бірін айт. Қадірменді YouTube көрермен, бұл жерде айтылған ақпараттарды қазіргі таңда ешбір адам ұстанбайды. Мен бұл айтылған ақпараттарды сіздерге құлақ қағыз ретінде жеткізіп жатырмыз, бірақ көп адамдар өзіндерінің жылдар бойы қалыптасқан салауатты өмір салтын немесе тамақтану салтын өзгерту үшін көп уақыт қажет екенін біледі, сол үшін оны өзгертіп те әуре болмайды. Жалпы адамның денсаулығы, адамның организмі басында қалай үйренсе, кішкентай кезінен тамақтану жайында, солай өмір бақи бойы үйреніп кетеді. Әрқашанда біз өз ағзамызды тыңдай білуіміз керек. Ағзаға қандай да бір нәрсе жақпай қалса, соны дәл уақытта шегеретін болсаңыз, бәрі де өз қалпына келеді. Осымен бүгінгі біздің ұсынған ақпарат легіміз осындай. Қазақша контентті қолдап, пайдалы ақпараттарды таратып жіберсеңіздер болады. Астарыңыз әрқашанда дәмді болып, дендеріңіз сау болсын. Ал сіз тамақпен бірге су не шай ішесіз бе?